өзімізді, сабаққа деген дайындығымызды білдірейікші кәні. Қайырлы күн досым, қайырлы күн болсын, бүгінгі білішің сәттілікке толсын. Сендерге бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Ал енді сабағымызды бастаймыз. Ұлы Абайдың балалар, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз демекші, балалар бүгін біз сендермен талап, еңбек, қанағат топтарына бөлінеміз. Бірінші топ талап, екінші топ еңбек, үшінші топ қанағат тобы. Ал балалар, осы топтарға байланысты өзіміздің ұранымызды айтайықшы, кәні бірінші топтың оқушылары. Білімдіден шыққанды талаптыға болсын кез. Деген ертең ерінбей, тояда қанын тіленбей. Қанағат қарын қойғызады. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, үйге қандай тапсырма берілген еді? Үй тапсырмасына. Ал Гүлдана айта ғой, қандай тапсырма берді? Ғафу Қайырбектің алғашқы қоңырау өлеңін жаттауға берді. Ғафу Қайырбектің алғашқы қоңырау өлеңін жаттауға кім жаттап келді? Ал бірінші топтан Гүлдана айта. Алып айлық жерді күндік жерді. Ілесіп сол қоңырау үніменен қазақтың даласына білім келді. Кім қаққан аты жөні кім қоңыраушының, даланы дүмбірлеткен қойнаушының, қалың ел қара қалан сары баланың қашан арынғамын ойшқым. Сол сұрақ қоңырауға қосып үнін бар қазақ аспанында ұшты бүгін. Ыбырай деген жалғыз есім туған жер тазалығына құштағын. Жарайсың. Кәні енді Гүлдананың айтқан екі топтың оқушылары бағалайықшы кәні. Қалай айтты Гүлдана өлеңді? Жарайсың. Балалар, біз осы өлеңді кімге арнаған? Кімге арналған өлең бұл? Кімге арналған өлең? Ал Нұрсұлтан айта ғой. Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсаринге арналған екен. Осы өлеңнің авторы туралы біз қандай мәлімет білеміз? Ал Айсұлтан айта ғой. Ғафу Қайырбек ақын. Ол қазір Қостанай облысы Жаңкелді ауылында туып өскен. Оның дала қоңыраулату поэмасы бар. Онда Ыбырай Алтынсариннің бейнесі сипатталған. Ибрай Алтынсарин бейнесі. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Енді балалар, мен сендерге осы өтіп жатқан қарау бөлім бойынша сендерге сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға жауап береміз. Сұрақ-жауап болады. Кәні мұқият тыңдаймыз. Ойшыл, ғұлама кім еді балалар? Ойшыл ғұлама кім? Абу Насыр әл-Фараби. Екінші сұрағымыз, Абу Насыр әл-Фараби қандай тілдерді білген? Ал Құрбанкүл айта ғой. Абу Насыр әл-Фараби 3 тілді білген. Араб, түркі, парсы деген тілдерді білген. Дұрыс айтасыңдар. 300-дің басын құраған кім еді балалар? 300-дің басын құраған Алайдан айта қойсын. 300-дің басын құраған Абылай хан. Абылай хан, дұрыс айтасыңдар. Ал енді кел балалар оқулық өлеңін кім жазған еді? Кел балалар оқулық өлеңін кім жазған еді? Заңғар айта ғой. Кел балалар оқулық өлеңін Ыбырай Алтынсарин жазған еді. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді балалар Ыбырай Алтынсариннің қандай әңгімелерін білеміз? Кім айтады? Ыбырай Алтынсариннің қандай әңгімелерін білеміз? Гүлдана айта қойсын. Ыбырай Алтынсарин әңгімелесі. Зеректік, тазалық, бай баласы мен жарлы баласы, баланың айласы. Баланың айласы деген өлеңдері бар екен. Балалар, енді қазір мен сендерге аудиожазба қоямын. Сол аудиожазбаны мұқият балалар, қазір біз сендерге аудиожазба қоямын. Соны мұқият тыңдаймыз. Еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. 5 ас
асыл іс көрсеңіз. Енді балалар азмын жазбаны тыңдадық қой. Кімнің өлеңі екен? Кімнің өлеңі? Кімнің өлеңі естігендерің? Несібелі айта ғой? Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңі екен. Балалар, біз сендермен бүгін жаңа сабақты өтеміз. Мұхтар Әуезовтың «Бала» Абай шығармасымен, яғни мәтінімен танысады екенбіз. Балалар, Мұхтар Әуезов, қазір Мұхтар Әуезов туралы сендерге мәліметтер берем. Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйек күні дүниеге келді. Мұхтардың туған жері Семей облысы Абай ауданында туған екен. Мұхтар Әуезовтың көптеген шығармалары бар екен. Соның ішінде Еңлік кебек, Абай жолы, Қараш оқиғасы, Көксерек сияқты шығармалары бар екен. Бұл шығарма бала Абай шығармасында балалар Абайдың балалық шағындағы кезеңі сипатталады екен. Қазір мен сендерге Абай кім? Абай Құнанбайұлы, қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, жазба қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, сазгер, аудармашы екен. Абай Құнанбай 1845 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданындағы Шыңғыс тауында дүниеге келген екен. Абайдың әжесі Зере, анасы Ұлжан және әкесі Құнанбай екен. Абайдың көптеген өлеңдері түрлі тақырыпта жазылған екен. Және сонымен қатар Абайдың 45 қара сөзі бар екен балалар. Енді балалар, қазір мен сендерге осы Абай мәтінін оқып беремін қазір сендерге. Қазір тыңдаймыз. Биыл Абайдың жасы 13-ке толған еді. Бойы өскен, қол аяғы ұзарған. Ол атқа мініп жүруге жарағанымен үйден көп шықпайды. Өзге балалардан гөрі басқа бір ермек, бөлек бір дос тапты. Онысы әжесі, одан қала берсе шешесі. Абай биыл ғана анық байқағандай, мұның әжесі бір түрлі әңгімеші еді. Қызық сөйлейді, әңгімесін дәмді қызықтырып айтады. Бірде Абай сырқаттанып жатып, әжесінен әңгіме айтуын сұраған. Сонда әжесі ойланып отырып: бұлдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен деп кішкене тақпақтап бастап еді. Абай соны ұғып қалыпты. Келесі жолы әңгіме сұрағанда әжесінің тізесінен ақырын қағып: бұлдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен деп тағы да әңгіме тілегенін білдіруші еді. Әжесі әуелде көп ертегілер айтқан. Абай қажымай жалықпай, ылғи ынтыға тыңдайтын. Кейде әжесі шаршап айтпай қойса, шешесіне жабысатын. Ұлжан да көп әңгіме білуші еді, және ол көбінесе өлең сөзді жиі айтатын. Балалар, қазір біз барлығымыз кітабымызды ашып, іштей осы бала Абай мәтінін оқып шығамыз. Оқимыз балалар, кітапты ашып, бір іштей оқып аламыз. Оқып болған тоқтар белгілерді бересіңдер.
белгілейік. Бірінші топ талап тобы оқып қойыпты. Ал екінші топ дайынсыңдар ма? Сендер болыңдар ма? Белгілі берсеңдер қане. Ал екінші топтың үшін балалар Абайдың әжесінің аты мен анасының атын жазамыз дәптерімізге. Иә, бәріміз жазамыз. Абайдың анасының әжесінің атын одан кейін Абайдың әжесінің аты кім екен балалар? Тере. Әжесінің аты Сире, анасының аты Ұлжан. Балалар, осы мәтіннен енді балалар суретте жаңа әжесі мен немересін көрді. Енді балалар мәтінге сүйене отырып, әжесі мен немересі арасындағы диалогты құрастырайық. Кәні диалог құрастырайықшы кәні. Соны сахналап көрсетейік диалогты, я? Бірінші топтан Айсұлтан немересі болсын, үшінші топтан Аруна әжесі болсын. Ал келеміз. Әже, маған ертегі айтып беріңізші. Жарайды құлым. Бұлдыр күн өткен, бұрынғыда күн өткен. Баяғы заманда әжесі мен атасы болыпты. Олардың немерелері болыпты. Әже, маған тағы ертегі айтып беріңізші. Ертегіңіз қызық екен. Жарайды құлым. Көрдіңдер ме? Әжесі мен Абай арасындағы диалогты екі оқушымыз жақсылап сахналап берді. Отыра қойыңдар балалар. Енді балалар қазір біз сергіту сәтін Абай өлеңдерінен сергіту сәтін өткіземіз. Ал бірге қосылып айтамыз қазір. Елсіз түнде жарық. Осы бала Абай мәтіні бойынша сөз жұмбақты шешеміз. Қазір мен сендерге сұрақтарын оқимын, әр топтан келіп жазып сөз жұмбақты шешеміз. Бірінші, мәтін қалай аталады? Бала Нұрасыл келе ғой.
Абай екінші сұрағымыз. Абайдың жасы 13-ке толған еді. Кел Нұрсұлтан жасауын. Үшінші сұрағымыз дұрыс. Биыл одан кейін Абайдың әкесі әңгімесін қалай бастап еді? Қалай бастап еді? Кел. Жазалым. Тақпақтап. Ал енді төртіншісі. Абай қайда көп шықпайтын болды? Қолымызды көтер. Қолымызды көтер. Құрбан көтере қойсын. Үйден. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Үйден. Бесіншісі, Абайға әңгімені көп айтушы еді? Қолымызды көтеріп айтамыз деп, қолымыз қалса жазалым. Әжесі. Жарайсын, отыра ғой. Алтыншысы, биыл әсіресе Абайдың өскен дейді. Айдана. Жауап не мына жерде? Бойы. Жетінші. Биыл әсіресе, жетінші, Абайдың шешесінің есімі кім? Абайдың шешесінің есімі кім? Кел, жазсыншы. Олжан. Жазамыз. Жазамыз. О-жан. Олжан. Келесі. Абайдың 8-шісі. Абай әжесінің әңгімесін қалай тыңдайтын? Қалай тыңдайтын? Ынтыға. Жазамыз. Жарайсыздар. Барлық сөз жұмбақтарға дұрыс жауап бердік балалар. Мына ерекшеленген әріптерді оқыңызшы, не деп жазып ана жерде? Сөздерді. Абай жолы. Осы Абай жолын кім жазды балалар? Кім жазды Абай жолын? Несібер айта ғой? Мұхтар Әуезов жазған екен. Енді осы Абай туралы біздің сендерге 3 топқа да сұрақтар берем, топтарға тапсырмалар берем. Бірінші топ, Абай туралы білгендеріңді сызбаға түсіресіңдер, бірінші топ. Екінші топтың оқушылары Абайдың өлеңдерінен айтасыңдар, сендер екінші топтың оқушылары, ал үшінші топтың оқушылары қара сөзінен айтасыңдар. Ал сендер жасай істей беріңдер. Мына екінші топтың еңбек тобының оқушылары Абайдың өлеңдерін бізге жатқа айтып берсін. Біз Абайдың өлеңдерін бәрін табиғат лирикасына арналған өлеңдерін бәрін жаттағанбыз, ал сол өлеңдерінен айтамыз. Ал Майра бастай ғой. Жан-жануар адамзат анталаса ата-анадай жіберіп
сөзін айтады екенбіз, иә? Қаны несібелі айта ғой. Абайдың бірінші қара сөзі: бұл жасқа келгенше жақсы өткізіп пе, жаман өткізіп пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік, алыстық, мұңыстық, тартыстық, әуестікті көріп келгендік. Ал енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Ал сонымен қатар балалар, Абайдың тағы да қандай қара сөздерін білесіңдер? Қайсы топтан айтады өз еріктерімен? Ал айдан айта қойшы. Абайдың нешінші қара сөзі? 14-тен қара сөз: бір адамның шөптен алу жері бола ма? Біздің қазақтың шөпті кісі дегені батыр кісі дегені. Оның басқа жүректің қажеттігін анықтап біле алмады. Әқызылық, елбасылық. Әр сөзде адам баласын өз қолымен біле ойлағандай, оларға да болса игі еді. Демек бұлар жүрек жасын. Келіп постер қорғап, мына жерде айтып береді. Бәлеме не білгендерін ал. Абай қазақтың бас ақыны. Абай сазгер. Абайдың көптеген өлеңдері бар. Жер үстінде жарғай, бойы болған 8 аяқ деген өлеңдері бар. Абай жазушы. Абай аудармашы. Ал отыра ғой жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Ал енді балалар, Гүлдананың айтқанына қазір бірінші топтың оқушыларын бағалайықшы. Қалай айтты? Ал екінші топтың оқушыларын ше жаңағы өлеңдерін. Ал үшінші топтың жаңағы қара сөзін, Абайдың қара сөзін бағалайық. Енді бері қараймыз балалар. Балалар, бүгінгі сабақтан қазір бесіншілерге стихерлерді беріп, бүгінгі сабақтан өздерінің ой пікірлерін, түйген ой пікірлеріңді жазып, мына даналық ағашына жазасыңдар. Сөйтіп, жапсырасыңдар. Кесе жазып, өздерінің сабақтан түйген ой пікірлеріңді жазып. Сабақ түсінікті болды ма, балалар? Үйге осы Абайдың, Мұхтар Әуезовтің бала Абай мәтінін жақсылап оқып, мазмұнын айтуға. Жаз. Әр өз түйген ой пікірлерін жазып, тақтаға. Бәрі бірдей бар. Біздің сабағымыз аяқталды. Үйге бала Абай мәтінін оқып, мазмұнын айтып келеміз.